Тәңірі, хан Тәңірі тауы. Мағжан Жұмабаевтың ескертпесі. Ерлерін жиып Абылай ел ағасы, сұрайды, мынау істің не шарасы? Қырандар әрі-бері толқысқан соң, қанайы қарауылдың топтың басы. Саңқылдап суырылып сөйлей берді, Қытайдың қолысыным шекарасы. Қалмақты Қытай кірген зерттер болсақ, қазақтың бірі қалмай мерт болады. Тұнжырай қалсадағы хан Абылай, қайту деп сөздің болды бітуанасы. Таң ата қол қозғалмақ кейін қарай, ұрылған көңілі қаяу хан Абылай, қол жатқан жым-жырт басқан Тәңірі таяу, жалғыз ақ жатқан ояу, баян балай, апырмай, алашарын жоқтамастан, жөңкіліп бұл қайтудың мәні қалай? Деді де, атып тұрып топ ішінен, ерлерден от екпінді жолбарыстай, 100 жасты жолдас қылып тарта берді, таң ата, қайдасың деп қалың Қытай. Қол қалды, 100 жолбарыс майдан дойлап, тартады шабуылмен іле бойлап. Алдында Ақсұңқардай батыр баян, екпіні қауға тиген, өрттей ойнап, бедеулер болат тұяқ желден ұшқыр, алысып ауыздықты қарш-қарш шайнап. Сәскеде сағымменен көрді баян, көп қалмақ іле бойын жатқан жайлап. 100 бөрі аз дамылдап алысты да, ат қойды қалың жауға Абылайлап. 100 қыран мың сан қолға араласты, орғыған асқар таудан судай тасты. Шыдамай 100 екпінге шулай беріп, қалмақты әдегенде қара басты. Аздан соң есін жиып бөріккен ел, қаруап қара құрттай құжынасты. Аз болса бір қазаққа 100 қалмақ кеп, ат қойып қиқу салып қамаласты. Тер саулап тебінгіден қылыштан қан, шаң түтін будақ-будақ аспан қасты. Аз қазақ көп қалмаққа салды тойды, көк аспан қара түтін шаңға тойды. Алдаспан ажал менен бәсеке боп, қанышер қайқы қара қанға тойды. Жып-жылы адам ғана бүлкіл қағып, қуалап жылжи берді ойдан ойды. Көк көбе шүберектей шұрқ-шұрқ болып, жыртқызды ерлер далдыл тұла бойды. Анадай дөң басында ұса серен, қуыршақ құдайына қасқа сойды. Шаңқай түс, қызыл жалын бір желескен, зәндем от әу айналып жерге түскен. От түбі тоқтап қалған жылжымайды, аспанда жоқ бір жапырақ бұлтта көшкен. Сол кезде қара бұлттай қалың қалмақ, қажытты 100 қыранды жаннан кешкен. Қазақтың көбін аттан түсірген соң, қалмақтың қуанышпен қиқу өскен. Сол кезде қалың топтың ортасында шықты шу, мұнда баян, баян дескен. Қалың қол ортасында батыр баян, баянның батырлығы алашқаян. Екі көз екі қызыл шоқ боп кеткен, аузынан көбік болып бұрқырапқан. Оң солға алдаспанды сілтегенде, бұлақтай қалмақ қанын бұрқыратқан. Жанында жалғыз жолдас, жас Жанатай, қансырап зорға ғана кіріп қаққан. Түзеліп отыруға халі қалмай, қисайып бара жатты құлабаттан. Жолдас дер ердің ер аққан майданда, жан беріп жолдас үшін алдаспанға. Еңкейіп сүйемек боп батыр баян, жолдасы Жанатайға айналғанда. Бір қалмақ еңгезердей көк найзамен, білмеген сірә тойу қызылғанға. Қапыда қайран ердің сүбесіне, бойлатып сұғып тұрып бұлғағанда. Ер баян Жанатайды алдын алып, қыларың қатын қалмақ тағы бар ма? Деді де суырбап жау найзасын, алаштың әруағы деп қайдасың? Жыландай жарқ еткізіп алдаспанды, түсірді топ еткізіп қалмақ басын. Бұлақтай аспан қатып қан шапшыған, жараға тығып тұрып бармақ басын. Қасқиып қан майданда тұрып қалды, қайран ер қайсар баян, жолбарысым. Алайда уақыт өтті, құлап түсті, құшақтап Жанатайдай жан жолдасын. Жер мен көк шыр айналып араласты, көз алдың қара түтін тұман басты. Тәтті бір жазғы таңда қалғығандай, ер көзін оқтың жұмып ашты. Көргендей болды ашулы Абылайды, қалың қол, ән Абылай деп шуласты. Тағашты жұмған көзін тағы көрді, алдында жасұлан мен толқын шашты. Екеуі құшақтасып жап жақын тұр.
басымен ишара етіп амандасты. Сұлудың 80 сырлы жұмбақ жанай, ерніне әлде болса күлкі алғандай. Жоқ, күлкі жоқ, бетінде тамшы қан жоқ, ағалап жан ұшырып жалбарғандай. Жоқ, өзі жолды үзекте жортадымыз, алыста екі қара көз шалғандай. Ұмтылды оқ жыландай садақ пен қан, кезерген ердің ерні қозғалғандай. Көзімнен неге ақпайды қан боп жасым, жан беріп жазғаным ғой жан жарасын. Кетсе де жаннан жара қан кетпек пе, дариға жазамнан да күнәм басым. Күнәмді тәңір кешпес, кешер бірақ, жауыңда жан берген соң алталаш.